Бүгін өте дәмді әрі оңай шоколадты крепкейк тортымен бөлісетін боламын. Алдымен 6 жұмыртқаға 650 грамм сүт, 100 грамм қант, ванилин ұнтағы, 80 грамм какао, 210 грамм ұн саламыз. Жақсылап араластырып, 100 грамм еріген сармай құямыз. Масса біркелкі болғанша жақсылап араластырыңыз. Ыстық табамызды майлап, кәдімгі құймақ сияқты бір-бірлеп пісіріп шығамыз. Дайын құймақтарымызды шеттері тегіс болу үшін осылай қиып шығамыз. Креміне 400 грамм сливки, 1 банка сгущенка және 80 грамм қант лупасын қосып, қоюланғанша миксерлейміз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Бұндай домалақ кигізсеңіздер де болады, кигізбесеңіздер де болады. Асты қозғалмас үшін кішкене крем жағып, құймақтарымызды орналастырамыз. Бір-бір қасықтан салып, жаймалап, осылай тортты жинап шығамыз. Тортымызды толық жинап біткен соң, міндетті түрде бетін жауып, тоңазытқышқа 3-4 сағат қоямыз. Кремі сіңген тортымызды тоңазытқыштан алып, бетіне ганаш дайындаймыз. Бір Қазақстан шоколады 50-60 грамм сүт құйып, микроволновкада ерітіп, тортымыздың бетіне құйып, жақсылап жаймалап әрлеп шығамыз. Торттың бетін қалауыңыз бойынша сәндеп әрлеп шығуыңызға болады. Мен кокос ұнтағын септім. Осымен тортымыз дайын. Сіздермен болған марияж. Бұл торт дастарханыңыз немесе қонағыңыздың сәні болары сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнаса лайк басып пікір жазыңыз және каналыма жазылыңыз. Сонымен қатар бұл тортты кез келген креммен жасауыңызға болады. Кез келген торт жасағанда мінсіз болып шығуын қаласаңыз, міндетті түрде бір түнге қойыңыз.